Камароны 13 миллионға сатып алған едім. Одан кейін сыртын өзгерттім енді. Пленка жаптым, одан кейін оның документін жасадым. Міне машинаға қарап жүр адамдар осылай. Енді жүргенде жолы бар ғой, мына жолда жүргенде ше ерекше енді ше. Әңгіме жоқ, енді бензинді көп жейді, 98 бензин құю керексің, 95-92 жүйсің енді қақалып қалады да. Қазір жүрсін көрсетейін ма? Внимание, масқара аударады енді ше, масқара аударады, внимание. Ішіне отырасың. Сенің көрінісі мынандай ғой міне. Push start, әдеттегідей. Іші кішкентай деп айт. Я кішкентай енді, действительно. Мынаны қарашы, мына төменде, сосын артында 2 орын бар, бірақ кішкентай балдар сияқты оған. Қыздар, балдар, қандай кісілер болмаса. Мынау лавабойын қарасаң, лавабой кішкентай ше. Душиба жігіттеріне чекен беріп жатыр. В общем, осындай. Push стартты басамыз. Сіздерге қалай дауыс естіліп жатыр ма, естілмей жатыр ма мен білмеймін енді. Лавабой әдеттегідей кішкентай енді. Басқаларынан қарағанда ременді міндетті түрде тағамыз, поворотник жағамыз. О, мынау кайф қой, е-майо. Аяқтың ұшымен айдайсың да, аяқтың ұшымен түртіп отырсаң болып кете береді да, нағара. Енді бастапқы уақытта апасыңлау кішкене. Қауіпті деймін, не дейді қазақша айтқан кезде. Содан кейін кішкене аяғың үйренеді, зазорларды, ориентирді бәрін үйренесің. Мысалы, ана жақтарлар, бұл жақтарлар бір түрлі көрініп тұр. Мынау ортадағы рамасы, міне лавабойдың. Кішкене үлкендеу да, сосын мынаның арасында адам или бір кейде машинада көрінбей қалады. А так удобно, үйреніп кетсең, удобно. Трассада енді жылады. Енді мен қатты скоростың фанаты емеспін. Білмеймін енді бұл машина маған қалай болады. Сол аяқтың ұшымен айдап келе жатырық. 2000 оборотта ма, қанша? 1,5 обороттың өзінде біраз ақша, 1,5 обороттың өзінде біраз скоростта жүреді енді. Мана мен айтып жеткізе алмаймын. Жас кезінде осындай машинаны вообще алу керек. Енді мен жастау емеспін, әрине. Біреудің қасында жас шығармын, бірақ жас кезінде мына машинаны алыңдар. Қыздардың бәрі сенікі болады, абыройдың бәрі сенікі болады. Енді плюс комфорт, кайф айдаған кезде. Тартысы, жүрісі, управлениесі. Так, енді мен мына жерде дөңгелектің желі шығып кетті дей ма, сол жағын түсінбей тұрмын. Беш адым, чек жанып тұр ма, дөңгелектің желі шықты дейді на. Что-то біреу дұрыс көрсетпей тұрған ма жерде, қараш. Бензин 189 километрге жетеді. Артқы дөңгелек оң жақтағы ялып кеткен, желі шығып көрсетпей тұрған вообще. Енді мынау механика деп ойлайды біреулер. Механика емес, автомат десең механика болады. Немесе мынаны қолданып отырсаң да болады да. Өшіретін кезде мынаны баса саласың. Болды ғой. Бұл машинаны бастап алған кезде тек постоянно айдай берген келеді ше. Любой жаққа бір үйде жатып алып, так, ана жерге барып келсем, мына жерге барып келсем, так. Бармайтын жерлерге барып кетесің ғой. Потому что управлениесі күшті ұнайды негізі, не. Қазір енді мен айттым ғой сіздерге өткенде. Или айтпадым ба? Ақтауға кету керек болып жатыр. Алматыдан Ақтауға айтпақшы ол туралы жеке видео түсіретін болам. Сол Ақтау мен Алматыға осылай, Алматыдан Ақтауға осы машинамен барсам ба деп ойлап отырғам негізі. Сөйтіп братанға хабарласқам. Братан машинаны шашады енді, любой жерін. Біразын ше. Короче, сен бұны айдап апарма конкретно. Пробегін айналдырып тастайсың, қазір и так та бұл жерде 90 мың пробег болып тұр. Соны айтып жатырдан ма? Сөйтіп маған, короче, сыртта бір 124 Мерседес дайындап қойған ғой, 2 лям қалып келген. Қазір соны көрейін деп тұрмын. Енді ол айтып жатыр, состояние дыңдай, кондер жасайды дейді, главный. Тағы коробка автомат. Міне. Қазір соны мен тексеруге бар жатырмын. Кеттік, барып көрейік. Үйдің алдында сіздермен қазір реакцияны бөлісетін болам. Жалпы 124 Мерседес енді бала кезде нормально шіріп кеткен, бір порожняк болып отқан. Да, мынау қара. Әзірше нормально мынау Мерседес. Әдемі, сұрттары әдемі, жылтырап тұр.
терезесі ашық тұр ғой. Электропакет бәрі. Әзірше әдемі. Жүрсін байқап көру керек. Ақтауға шейін шыдаса болды. Жолда қалып қоймасақ болды. Айтпақшы, сексеуілмен жүретін боламыз. Сексеуілмен бейнеудің ортасында. Қарашы қандай. Уалейкум салам. Жақсы. Қалай өзің қалайсың? Амансың ба? Так. Ішіне кіріп көрейік. Есігі жабық ба, ашық бар ма? Жабық екен. Қалай білем, мына так қайсысы ашатын? Центр замок бар екен, ортасында ақсайды ғой. Аха, дұрыс екен. Ішін бір көрейік та. Бұл Мерседес енді мен бала кезден армандағаным. Действительно, кезінде. Сол қарапайым. Іштерін қараңыздаршы. Коробка автомат деді. Арты таза екен. Люк бар екен. Қалай оталады екен мынау? Кондерін барын тап деп едім, кондері бар екен. Қазір көрейік, тексеріп. Осы шешті, так назад тығады. Вроде нормально. Май жемесе болды ғой моторы. Моторы май жемейді деді. Так, кондер. Қайсет бұл жерде? Мынау. Жо, былай ғой. Так, мынау алдына ұратындар, мынау алды астына. Так, қозғалмай, мынау ғой. Так, кәне. Көрейік кондер. Даның! Әзірше кішкене ыстықта орып тұр. Күн ыстық дала, 35 градустай бар. Мынандай машинада кондер, это вообще күшті. Круто. Әне. Салқын қашан ұрады екен бұдан. Көбісіне барасың енді. Кондер бар ма? Бар, бірақ фреон заправка жасау керек еді дейді. Мен айтам, сол фреон заправка жасай салу бір 15-20 мың теңге тұрады ғой. Неге жасай салмайсыздар? Күнде қиналып жүргеннен соң, оказывается, ішіндегі анау істемейді, мынау істемейді. В общем, кондер жоқ деп айтқан дұрыс та оның қасында. Міне кішкене салқын ұрып бастады. Нормально. Тоже нормально. Енді бұл Мерседес жайлы не айтуға болады? Алдағы уақытта қазір так кондерді өшірші. Кондер алдағы уақытта бұл туралы жеке видео түсіретін болам. Сол Ақтауға баратқан видео міне. Қалай жалпы? Сырттары нормально, вроде. Андай состояниеде бұндай Мерседестер табу оңай емес негізі. 124 базар жоқ, 2 лямған стоит. Алдағы уақытта онда осымен Ақтауға барамыз. Сол кезде барлығын тексеріп, қалай жүреді жолда, трассада қалай. Айтпақшы, сексеуілмен нең ортасында қалай болғатсың, сексеуілмен түсінбей жатқанымды айтайын. Сексеуіл деген аралдың ар жағында бір жер бар. Сол бейнеудің ортасында бір асфальт жоқ мынандай. Мынандай асфальт жоқ та. Тура осындай бір қалай айтсам екен, мынандай жер шығар. Примерно жол бар енді, бірақ сол жолдың ортасынан жүріп өтетін боламыз. Құдай қаласа. Ал сіздер тіркеліп қойыңыздар. Мен жалпы мынау Мерс ұнады маған. Енді жүрсін тексереміз. Егер моторы май жемейтін болса, коробка істемейтін болса, а так былай түрлері әдемі, іші сырты керемет. Арнаға жазылып лайк басып қойыңыздар достар.